Бастай берейін ба? Саламатсыздар ма әріптестер? Есімім Алпысбаева Әйгерім, география пәнінің мұғалімі. Менің факультатив курстық бағдарламам тақырыбы жер қызыққа толы ғаламшар. Факультативімнің мақсаты оқушыларды функционалдық сауаттылықтың негізімен білім беру іскерліктерін ілгерілендіру, күнделікті өмірге қажетті бағытпен мәдениеттілікті, жаратылыстану ғылымдарына деген қызығушылықтарды арттыру және білім құмарлыққа дамыту. Ал курс мақсаты жаратылыстану ғылымдарының негізін меңгерту, теориялық біліммен ұғыну, оны практикалық жұмысына қолдану. Және практикалық тәжірибелер, тесттік тапсырмалар арқылы пәндік іскерлік тәжірибелерді дамыту болып табылады. Негізгі міндеттері бастауыш мектепке білім алған білімдерін біліктілік және дағдыны әрі қарай жалғастыру, отанын, туған өлкесін, табиғатын сүюге деген жоғары рухани ізгілікті, жеке тұлғаның мәдениетін тәрбиелеу болып табылады. Ізденушілік, зерттеушілік қасиеттерін, жұмыс дағдыларын қалыптастыру. Ал курстың міндеттері оқушыларды өз бетімен белсенді жұмыс істеуге және ізденуге үйрету. Оқушылардың білімдерін және логикалық ойлау қабілеттерін арттыру. Табиғат заңдылықтарын түсініп қана қоймай, оларды іс жүзінде қолдана білуге дағдыландыру болып табылады. Білім беру жүйесіндегі курстың орны қазіргі кездегі өзекті мәселелерді зерттеу, зерделеу, жан-жақты меңгерту, пәнаралық байланыстарды байланыстырып оқыту маңызы зор. Менің курсым жалпы 5-ші сыныптарға, яғни 11-12 жас балаларына арналған 34 сағаттан тұрады, 4 бөлімге бөлініп қарастырылады. Әр бөлім өз сағатына сай тақырыптары бар. Мысалға, бірінші бөлім жер күн жүйесіндегі тіршілік дамыған ғаламшар, 10 сағат берілген. Бұл жерде түрлі тақырыптарға топтасады. Мысалға, жердің жасы нешеде, таңғажайып өзендер, ғаламшар өкпесі, алып ағаштар деген сияқты. Өзендердің таралуы, көлдер әлемінде деген сияқты тақырыптар қалыптасады. Одан кейін табиғат құбылыстары. Табиғат құбылыстары бөлімінде көбіне физикалық және химиялық құбылыстар 7 сағат берілген, 7 түрлі тақырыпта қарастырылады. Тіршілік әлемінде 9 сағаты берілген, яғни әлемдегі тіршілік иелері, мысалға суда, құрлықта, құрлық астында, ауада деген сияқты тіршілік иелерін 9 сағат бойы 9 түрлі тақырыппен қамтылған. Одан кейін жердегі адамзат, бұл жерде 8 сағат берілген, яғни айтып кететін болсақ, адамзаттың жер бетінде тіршілік болып пайда болуынан бастап, қазіргі тұрмыс тіршілігіне дейін этностық деген сияқты мәселелер, тақырыптар жақсы көтеріледі. Енді менің курсымнан күтілетін нәтиже тақырыпты жан-жақты ашу мақсатында пәнаралық байланысты тиімді пайдалану, соның ішінде жаратылыстану емес, сонымен қатар экономика, экология, тарих деген пәндер арқылы байланыстыру, білімдерін арттыру, бақылау үшін тест, шығармашылық тапсырмалар, жоба қорғау, қарамандық жұмыс, макет жасау деген сияқты жұмыстар жүргізіледі. Сонымен қатар өз бетімен жұмыс жасауды дағдыландыру үшін пікірталасу, ойын ашық айту үшін нақты жеткізе білуге дағды қалыптастырады. Енді алған білімдеріне сүйене отырып, жер бетіндегі жалпы тіршілікті өмірмен байланыстыра отырып, негізгі күтілетін нәтиже мына жаратылыстану пәндеріне деген қызығушылықтарды арттыру, келешек жоғары сыныптарға барған кезде жаратылыстану пәндерін ұбт-да қолдана білу, яғни алған білімдерін. Назарларыңызға рахмет. Әйгерім апай, сізде келесі Алтынбек ағай, дайынсыз ба? Қазір сайтыңызды ашылайын. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Измағамбетов Алтынбек Қожамұратұлы, қазіргі таңда 220-шы орта мектебінде жұмыс жасап жатырмын. Мен жүргізетін үйірме жұмыстарым баскетбол қыздар үйірмесі болып табылады. Баскетбол үйірмесіне қазіргі таңда қатысатын оқушылар 3-ші сыныптан 15 қыз бала қатысады, 3 пен 4-ші сыныптан 5 пен 6-ші сыныптардан 15 оқушы қыз балалар қатысады, 7 мен 8-ші сыныптардан
15 оқушы қыз бала болып қатысады. Сосын 9-11 сыныптардан 15 қыз балдар болып қатысады. Сонда қазір үйірме жұмысына қамтылып отқан оқушылар саны 60 оқушы болып табылады. Енді баскетбол үйірмесі енді қандай неге тәрбиелеп, баскетбол үйірмесінің мақсаты мен міндеттері оқушылар салауатты өмір салтына қалыптастыру, баскетбол ойынның қажетті қимыл қозғалыстарын дамыту, арнайы білім мен іс әрекеттерін дамыту, денсаулығын және спорт салауатты өмір салтына қалыптастыру, баскетбол жарысына қатысуға және жоғарғы дәрежелерге қол жеткізу болып табылады. Енді баскетбол үйірмесіне енді қазір 34 сағат беріліп отыр. Енді 34 сағатта енді қазіргі таңда оқушыларға үйрететін алдымен қауіпсіздік ережесі және баскетбол несінің шығу тарихтарымен таныстырып, сосын баскетбол допты қалай алып жүру, допты оң және сол қолмен алып жүру, қарсы командасына пас беру, допты кеуде тұстан пас беру, допты жерге соғып пас беру және допты жоғарыдан пас беру болып табылады. Және де оқушыларды дайындап жатқанда үйірме жұмыстары кедергілер арасымен допты алып жүру, оң және сол қолмен айып добын лақтыру, 3 очколық есептік неден лақтыру болып табылып жатыр мына жерлерде. Және де оқушыларды нелерін дамыту үшін бізде арнайы жаңағыдай жолдастық кездестірулер ұйымдастырылады. Жолдастық кездестірулер 14-ші мектеппен жолдастық кездесу, мысалы 83-ші мектеппен жолдастық кездесу, сосын 62-ші орта мектеппен жолдастық кездесу болып, сөйтіп жолдастық кездестіріп, оқушыларды бір-бірімен қарым-қатынастарын, достық нелерін нығайтып, бір-біріне қарым-қатынастарын жақсартамыз. Сөйтіп енді мынау жетістіктері менің баскетбол несінен оқушылардың жетістіктері ұлттық мектеп лигасынан, аудандық ұлттық мектеп лигасынан 5 пен 6 сыныптардан 1-ші орын, 7 мен 8 сыныптардан оқушылардың 1-ші орын, 9-11 сыныптардан оқушылар 1-ші орын жетістіктерге жиі болып, соның нәтижесінде жетістіктерге иеленіп жатыр оқушыларым. Осы менің жетістіктерім. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Алтынбек ағай, бізге келесі Салтанат апай дайындап қояйық. Одан кейін Жанар апай дайындалып отырмыз. Объективті Жанар апай. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен 220-ші орта мектебінің Жаңабергенова Салтанат Әліпқызы. Бүгінгі естіліп тұр ма? Робототехника әлемінде атты менің информатикадан сабақтарым жалпы осы 220-ші орта мектепте 4-ші сыныптан бастап информатикадан, яғни үйірме жұмыстарым бар. Соның ішінде бүгінгі сіздерге әкеліп отырғаным 9-ші сыныпқа арналады. Бұл жерде тақырыбым робосумы, жоба құру, объектіні табу үшін ультрадыбыстық датчиктерді пайдалану, робот қозғалысын ұйымдастыруға арналған датчиктерін қолдану. Балалармен біз робосумы дегеніміз не? Бірінші сұрақ, робот жасамас бұрын балалармен сұрақтың жауабын тауып аламыз. Одан кейін барып робосумы алаңы дегеніміз қандай болады, және жасалатын роботтарымызбен ары қарай осы сұрақтар аясында жауаптарын табуға тырысамыз. Робосума үшін, яғни біздің қазіргі мектебімізде пайдаланып жатқан робот құрылғылары, яғни Lego Mindstorms Education EV3 программасымен блоктарын таңдау, түс датчигін, ультрадыбыс датчиктері және де мәзірден қосу, батырмаларын таңдау және программаларды іске қосу және оларды тексеру. Осындай жұмыстарын жасаймыз робот құрастыру барысында.
Бірнеше тапсырмалар беріледі робот құрастыру барысында сабақта. Роботты шеңбердің ортасына орналастырып, 5 секунд күткеннен кейін, яғни оның шеңбердің шекарасына қарай шегіну программасын құру деген мына жерде тапсырма бердім оқушыларға. Оқушылар яғни ол тапсырманың программасы экрандағыдай болып көрінеді. Яғни компьютерден осындай арнайы программасын жасағаннан кейін роботқа орналастырылады. Сол арқылы робот жаңағы шекарадан бір-бірін итеру арқылы, яғни робот сумо роботы құрастырылады. Бұл жерде видеосы да бар. Біздің балалардың жасаған жұмыстарының 2 сумо, яғни шеңбер ішінде видеосы бар. Видео көрсетілмей тұр. Видеосы бар, яғни шеңбер ішінде орналасқан 2 робот сумо роботы. Бұл жерде мақсаты екеуінің қайсысы жеңеді деген. Сол робот сумо үшін ультрадыбыс датчигінің қызметі, яғни ультрадыбыстық датчик қарсыласты немесе кедергіні анықтау үшін қолданылады. Ол ультрадыбыстық толқындарды жіберіп, олардың шағылуын талдау арқылы қашықтықтарын өлшеп отырады. Екінші робот сумо түстері, яғни робот сумода шекараларды бақылау, роботтар ультрадыбыстық датчиктерін шеңбердің сыртына тым жақындамау үшін қолданылады. Кедергілерден аулақ болу үшін робот сумо арасындағы басқа объектілермен соқтықпас үшін бір-бірінің қашықтығын бақылап отырады. Бұл жерде біздің қорытындымыз, яғни объектіні табу үшін ультрадыбыс датчигін пайдаландық. Робот қозғалысын ұйымдастыруға арналған түс датчигін қолдануды оқушылар үйренеді және үйреніп жұмыстар жасауда. Дәл осы робот сумо бағыты бойынша облыстық робо-батл чемпионатында менің осы оқушыларым 3-ші орынды иеленді. Назарларыңызға рахмет. Апай, дайындалып отырсаңыз, сайтымызды ашып берейін. Я тапшырып тағы. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен 14-ші мектеп лицейінің бастауыш сынып мұғалімі Абишева Жанар Жұматайқызы болам. Мен ұсынып отқан жұмысым әдістемелік нұсқау логикалық тапсырмалар арқылы бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамыту. Енді мақсаты оқушылардың ойын арқылы жеке тұлға ретінде дамытуға көмектесу, әр баламен жеке жұмыс жасауға мүмкіндік беру және бірлікке, достыққа, шапшаңдыққа тәрбиелеу. Енді бұл нұсқаулықтағы әдістер оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттырып, өз бетімен жұмыс істеуге, қорытындылар жасауға, жүйелі білім алуға жетелейді. Осы ұсынылып отырған әдістемелік нұсқаулық
қазақ тілі, математика сабақтарында қолдануға болады. Осы сабақтарда ойындардан, жұмбақтардан, логикалық есептерден, метаграммалардан және бірнеше сабақтардан әзірленген. Енді материалдар мен осы тапсырмалар бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшелігіне негізделіп жасалған, құрастырылған. Енді осы жерде мен бірнеше тақырыптарды қамтыдым. Ертедегі логикалық есептер, логикалық ойлауды және зеректі дамытуға арналған есептер, логикалық тұжырымдар, сосын жаңылтпаш және сюжетті есептер, дидактикалық ойындар, бірлесіп орындалып тұратын жұмыстарға байланысты есептер. Енді мына жерде мен бірнеше мысал келтірдім, оның барлығын оқып отырмай ақ қояйын. Енді бірінші есепті: бір үйде екі қыз, екі шеше тұрады, барлығы неше жан деген сияқты осындай бірнеше мына жерге мен сіздерге көрсетіп қойдым тапсырмаларды. Және де енді бастауыш сыныптарда жүргізетін жұмыстар нәтижелі болу үшін оның талаптары мен мақсаттарымен байланысты болуы қажет. Сондықтан жүргізіліп жатқан жұмыстарға уақытпен шектеуге болмайды деп ойлаймын. Енді нәтижесінде осы логикалық тапсырмаларды беру арқылы балалар түрлі сайыстарға қатысып, орындар алуда, сапсан, ақбота, кенгуру сияқты тапсырмаларға қатысып, орындар алып жатыр. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Рахмет. Гүлбан апай, нелеріңіз, апайларыңыз. Гүлбан апай. Қосыламыз. Иә. Гүлбан апай, Құрбану, даусыңды өшіресің ба? Біз бастайын келеді. Мұғалімі Төлеубаева Базаркүл Өмірбайқызының бүгінгі авторлық бағдарламаның тақырыбы математика калейдоскоп тақырыбында факультатив курсты жүргізуге арналған авторлық бағдарлама. Ұстаз емес шәкірті түймесі, шәкірт емес өз ұстазының түймесі деп Жүсіпбек Аймауытовтың сөзінен бастадым. Яғни бағдарламаның мақсаты оқушылардың математикалық білімділік және математикалық мәдениет игеру үдерісіне тарту, бағдарлама оқу жоспарына сәйкес курстың жекелеген тақырыптарын оқып үйрену уақытын көбейтуге мүмкіндік береді. Оқушылардың даму деңгейін сағаттың тақырыбы адамның жасын есептеуге байланысты есепті. Мақсаты шығармашылыққа баулу, оқушылар біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу, оқушылардың математикалық білік және математикалық мәдениетті игеру үдерісіне тарту, бағдарлама оқу жоспарына сәйкес курстың жекелеген тақырыптарын оқып үйренуге уақытын көбейтуге мүмкіндік береді. Оқушылардың даму деңгейін одан әрі арттыруға, қабілеті мен дайындығын нақтылауға мүмкіндік береді. Әрине балаларға мен жеке есеп беріп отырамын, өзіндік жұмыс жасайды. Осы есепті балалардың ойларын дамыту үшін. Ескісі жаңа болмай десе, математикалық сауаттылыққа логикалық есептер беріп отырдым. Осы есеп арқылы балалардың шығармашылығын, ой қабілетін дамытуға байланысты балалар есепті шығарып отырды. Тақырыпты зерттеу нәтижелері математикалық калейдоскоп курсын оқудың нәтижелері. Бұл кезде оқушыларға қалыптасады, оқушының мектепке деген ойын көзқарас деңгейінің ішкі позициясы,
жаңа материал және білім беру мәселесін шешу тәсілдеріне білімдік танып қызығушылық артады. Оқу іс-әрекетінің және күнделікті өмірде математика білім мен білім дағдыларын мақсатында түрде пайдалануға дайын болады. Және сөзімді қорытындылай келе, ұстаз ізденіш ойлай білу қандай істе болсын, бар ынтасын атқара білуі тиіс. Маяковскийдің сөзін аяқтағым келіп тұр. Назарларыңызға көп рахмет. Нұрбану, дауыс естіліп тұр ма? Я естіп тұр, кішкене қаттырақ сөйлеңкіресе, жаңа естіп тұр ғой, бірақ шамалы жайлы болып қалды. Айта беріңіздер, келесі жатыр. Мен Асанова Бекенже 260-шы орта мектебінің ағылшын пәні мұғалімі. Бағдарламаның тақырыбы интербелсенді әдістер арқылы ағылшын және қазақ тілдеріндегі сыныптан оқытудың тиімді жолдары. Сағат саны 34. Бағдарлама авторы мен Асанова Бекенже, 5-ші сыныпқа арналған. Бағдарламаның мақсаты ағылшын және қазақ тілдеріндегі прецеденттік атауларды интербелсенді әдістер арқылы сыныптан оқытудың тиімді жолдарын анықтау. Оқушылардың тілдік дағдыларын шынайы өмірмен байланыстырып, тіл үйренуге деген қызығушылықтарын арттыру. Бағдарламаның міндеттері ағылшын тілінде прецеденттік фольклорлық атау ұғымын нақтылау, ағылшын және қазақ тілдеріндегі фольклорлық прецеденттік атаулардың құрылымдық семантикалық қасиеттерін зерттеу, ағылшын тілі мәтіндеріндегі фольклорлық прецеденттік атаулардың коммуникативті прагматикалық функцияларын сипаттау, тіл аралық және мәдениет аралық емделуді ескере отырып, аударма кезінде фольклорлық прецеденттік атауларды беру мәселелері мен әдістерін анықтау. Мынау менің күнтізбелік тақырыптық жоспарым 34 тақырыпты құралған. Және бағдарламаның өзектілігі қазіргі заман талабы заманауи білім беру жүйесінде оқушыларға тілдік дағдыларды меңгерту және оны шынайы өмірде қолдануға мүмкіндік беру қажеттілігі туындап отыр. Бұл бағдарлама оқушыларды шынайы тілдік ортаға енгізуге, олардың тілге деген қызығушылығын арттыруға бағытталған. Бағдарлама ерекшелігі бағдарламада прецеденттік есімдер ретінде әрекет ететін ағылшын антропонимдері қарастырылады. Бұл тілдік құбылыстар ағылшындардың лингво-мәдени қоғамдастықтарының құндылық бағдарларын білдіреді. Олардың тілдік қорына тоқылған. Зерттеу негізінде тілдік қоғам мүшелерінің қарым-қатынас нормаларын реттеуге ықпал ететін прецеденттік атаулардың қасиеттеріне ерекше назар аударылады. Қорытындылай келе, бұл авторлық бағдарлама интербелсенді әдістерді пайдалану арқылы оқушылардың тіл үйренуге деген ынтасын арттыруға, олардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға және ағылшын мен қазақ тілдеріндегі білімдерін жетілдіруге бағытталған. Интербелсенді әдістердің тиімділігі оқушылардың тілдік қарым-қатынасты меңгеруге деңгейін жоғары көтереді және олардың білімін тек теориялық тұрғыдан емес, практикалық тұрғыдан да нығайтуға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет. Нұрбану апай, сіздер де бар тағы мұғалім. Саламатсыздар, құрметті әріптестер. Мен 260-шы орта мектебінің география пәні мұғалімі Мұхаммадұлы Қосбаев боламын. Бүгінгі сіздердің назарларыңызға ұсынайын деп отырған авторлық бағдарламам киелі қасиетті жерлер географиясы, яғни сакральная география деп аталады. Бұл біздің ұсынып отқан курсымыздың мақсаты, яғни біздің Қазақстан бойынша киелі қасиетті жерлердің географиялық орналасуын, олардың тарихи және мәдени, діни маңызын түсіндіру. Яғни Қазақстан бойынша Қазақстанда таралған табиғи, тарихи, мәдени ескерткіштер туралы балалардың танымдық біліктіліктерін арттыру мақсатында жасалған.
Бұл курстың міндеттері киелі жерлердің орналасуын, олардың сипаттамаларын және тарихи деректерін зерттеу. Бұл курстың ішінде балалар сыни тұрғысынан орай тапсырмаларды жасайды. Бір жағынан бұл курс бізде тарих пәніне байланысты болып келеді. Біздің жаңағы бір курстың ішінде пиза тапсырмалары бар, ішінде жағдаяттар бар. Яғни Қазақстандағы табиғи ескерткіштерді сақтау, қорғау деген мақсатта жасалған. Бұл курстан біз не күтеміз? Аталған бағдарламаны оқытуда бұл курс оқушылары киелі жерлердің маңызын, олардың географиялық орналасуын және мәдени контексті терең түсінуге, киелі қасиетті жерлердің тарихи мәні менен олардың қоғамдағы рөлін түсіндіреді. Бұл менің авторлық бағдарламам киелі қасиетті жерлер, бұл негізі ұлттық құндылықтарға бағытталған, яғни құндылықтардың ішінде біздің көне ежелден жатқан тарихи кесенелерге деген балалардың, оқушылардың негізі ұлттық тәрбиесі. Қорытындылай келе, мен бабалар ісі қалған жер киелі мекен, яғни осы курс арқылы қасиетті жерлерді зерттей, бала географияны зерттеу арқылы біз өзіміздің тарихымызға терең танып, ұлттық санамызды жаңғыртып, елге жерге деген сүйіспеншілігімізді арттыра аламыз. Бұл тек өткеннің мұрасы ғана емес, бұл болашаққа аманат деп айтқым келеді. Назарларыңызға рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, мен 260 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Нұрпейісова Альмира. Бүгінгі авторлық бағдарламаның тақырыбы жаратылыстану жұмбақтары. Негізгі осы бағдарламаның мақсаты оқушыларды функционалды сауаттылықтың негізімен білім және іскерлікпен жігерлендіру, күнделікті өмірге қажет бағыт пен мәдениеттілік, жаратылыстану ғылымдарына деген қызығушылықты арттыру, білім құмарлықты дамытуға қызмет ету. Міндеттері: бастауыш мектепте алған білім, біліктілік және дағдыны әрі қарай жалғастыру, отанын, туған табиғатын сүюге деген жоғары рухани ізгілікті, жеке тұлғаның жалпы мәдениеттілігін тәрбиелеу, ізденушілік, зерттеушілік қасиетін, жұмыс дағдыларын қалыптастыру. Осы бағдарлама бойынша оқушылар нені меңгеру керек? Жалпы осы бағдарлама аясында қоршаған ортаның тазалығын сақтау, табиғатта болып жатқан өзгерістердің себептерін анықтау, баға беру және оны зиянды жақтарын алдын алу, туған жердің қадір қасиетін түсіну, өзінің ой өрісін ғылыми тұрғыда дамыту, жер және ғарыштық кеңістік, жер ғаламшарлары және оның табиғаты жайлы негізгі жаратылыстану ғылыми түсініктерін түсінетін болады. Енді күтілетін нәтижелерге келетін болсақ, тақырыпты жан-жағынан ашу мақсатында пәнаралық байланысты тиімді пайдалану, мысалы экономика, экология және тарих. Оқушылардың білім деңгейін арттыру және бақылау үшін тест, шығармашылық тапсырма, жоба қорғау, сарамандық жұмыс. Оқушылардың жан-жақтылығына қызығушылығын артуы, өз бетімен жұмыс жасауға дағдыландыру, пікір сайыстарға қатысып, өз ойын анық, нақты жеткізе білу, сыныптастарының жауаптарына баға беріп отыру. Назарларыңызға рахмет. Бір мұғалім қорғаса, сосын арқа жалғастырамыз тағы. Уақытымыз 8 минут қалыпты. Бар ма әлі? Қорғайтын. Бар, Гүлбану апай. Сізде 9 адам еді ғой, 9 педагог. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. 260 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Сманиязова Башаргүл. Бүгін ұсынылатын авторлық бағдарлама математика пәнінен ғажайып математика. Бағдарламаның мақсаты: бағдарламада жоспарланған тақырыптағы қосымша материалдарды пайдалана отырып, оқушының білімін, логикалық ойлау қабілетін жан-жақты дамыту. Шығармашылық қабілетін дамыта отырып, зейіні мен іскерлік машығын бірте-бірте дамыту. Ауызша, жазбаша ойлау, іскерлік дағдыларын қалыптастыру.
жалпы оқушының математикалық мәдениеттігін дамыта отырып, өз бетімен шығармашылықпен жұмыс жасай алатын жеке тұлғаны қалыптастыру. Және міндеттері математиканың өмірмен байланысын ашып көрсету, оқу материалдарымен байланыстыра отырып, оқушының білімділіктерін арттыру. Математикалық білік дағдыларын белгілі жүйелерімен меңгерту, әртүрлі әдістермен логикалық есептерді шешуге үйрету, оқушының дәстүрлі емес есептерді жүйелеп шығара білу. Келесі күтілетін нәтиже есептердің себебі мен салдарын айқындай білу, дәстүрлі емес есептерді шығару жолын жүйелей білу, есептерді құрастыру, өзін-өзі тексеру, өзін-өзі бағалау, логикалық есептерді жылдам есептеу және есепті шығару жолының ретін сақтау, берілген есепті классификациялау, қарапайым есептерді құрастыру, өз бетімен практикалық жаттығуларды есептерді орындай білу. Және оқушыларға қойылатын талаптар 4 тарау бойынша, ол көп таңбалы сандар мен арифметикалық амалдарды тарау бойынша, шамалармен жүргізілетін есептеулер тарауы бойынша, есептер және оларды шығару тарауы бойынша, және математикалық басқатырғыш тарауы бойынша. Осы тарау бойынша жыл көлемінде 34 сағат қарастырылған. Назар аударғандарыңызға рахмет. Рахмет, сізге 5,5 минут қалды, сақтап үлгермей қалған. Келесі қайтадан қосыламыз, жаңа сілтеме бойынша апайлар. Жақсы.